9 мамыр. Бұл күн сол бір қанды қырғыннан қайтпай қалған қыршын боздақтардың асқақ рухтарының аспандайтын күні. Бұл күн әділеттің әділетсіздікті жеңген күні. Биыл ұлы жеңіске 77 жыл. Айтулы мерекеге орай бүгін қызылжарлықтар жеңіс саябағына шоғырланып, бабалар рухына тағзым жасады. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. 9 мамыр өзгеде ТМД елдері секілді біздің ұлан байтақ даламызда да жеңіс күні ретінде аталып өтеді. Себебі осыдан 77 жыл бұрын КСРО екінші дүниежүзілік соғысты жеңіспен аяқтады. Бүгін Қызылжар ауылында аталмыш мерекені атап өту мақсатында жеңіс саябағына таңның атысымен-ақ ауыл ақсақалдары мен ауыл тұрғындары жиналды. Олар өңірден қанды майданға аттанған, сұрапыл соғыста ержүректілігі мен төзімділігін дәлелдеген ерлерге арнап саябақ төріне орнатылған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Батырларға құран бағыштап, айтқаны заң орнына жүретін көнекөз қарттар ұлы жеңіс күні турасында сөз қозғады. Құдайға шүкір, егеменді ел болдық, жігіттер мен қыздар. Осындай тамаша уақытта өмір сүріп жатырмыз. Адам деген алға үлкен үмітпен қарау керек. Біздің үмітіміз зор. Мен ойлаймыз, біз Қызылжар ауылы. Басқаны қойса өзімізді ауылды алайықшы. Отанды сүю деген отанды құшақтауға құшағыңыз жетпейді. Отанды сүйген бірінші отбасынан басталады, екінші өзің ауылың. Мына менің отаным осы. Қызылжар осы отанымыз. Қай бір азамат болсын, кішкентайын үйреткен, мына біздің отанымыз. Осы әдепті болуға, осы мәдениетті болуға, ауылымыздың көркеюіне, елімізде жақсы азаматтар, жақсы қыз азаматтар, ер азаматтар өсуіне, осы елдегі жаңағы интеллигенция, білімді болуға, еліміздің жанашырлығы болуға, солардың бәрін біз әр уақытта айтып отыруымыз керек ағайындар. Неге десеңіздер, отан осы жерден басталады. Сондықтан мен айтайын дегенім, Алла тағала бәрімізге деніміз саулығын берсін. Үлкенді кішілі бәріміз аман есен болайық. Әркім өзінің жолын, өзінің міндетін түсіне білетін білсін. Біздің ауылымыз көркейе берсін. Елімізге тыныштық, патшамызға сабырлық беріңіз. Барлықтарыңызға басымыз әр уақытта мерекеліктерге басымыз қосыла берсін. Жалпы Қызылжар ауылынан Ұлы Отан соғысына 144 азамат қатысқан. Оның 72-сі елге оралып, 42-сі қан майданда ерлікпен қаза тапқан. Сондай-ақ мұнда тылда қажырлы еңбегімен жеңісті шыңдаған станоктың қасынан егін даласында күні-түні мал бағып тынымсыз жұмыс істеген 3 тыл ардагері де бар. Мұнан соң келелі жиын мәдениет үйінде концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Өнер өлкесіндегі өнерпаздар өз өнерлерін баршаға паш етті. Жиылған көпке мерекелік көңіл-күй сыйлады. Соғыс жылдары майдан шебінде ақында, жазушыда, малшыда мылтық ұстап жауға қарсы күресті. Елден аттанып тәуелсіздіктің жолында өзін құрбан еткен ата-бабаларымыздың ерен еңбегі ешқашан ұмыт қалмайды, дейді Әбдіжаппар Рахымбердиев. Бүгін мынау үлкен мерекенің алдында отан қорғаушылар мерекесі, одан кейін ұлы жеңістің 77 жылдығына арналған үлкен іс-шара өтіп жатыр Қызылжар ауыл округында. Біздің Қызылжар ауыл округынан сұрапыл соғысқа 114 атамыз аттанып, оның ішінде 78-сі аман-есен келіп, 42-сі соғыс майданында қалды. Солар үшін ескерткіш қойылған мынау жеңіс саябағымызда бүгін солардың рухына арналып құран бағышталды. Солардың рухына арналып балаларымыз концерт бағдарламалар беріп жатыр. Солардың жаны жәннатта болсын дейміз, аталарымыз бізді қорғаймыз, бізге бейбіт өмір келтіреміз деп осындай жағдайға барған. Бейбітшілік заман болсын елімізде, тыныштық болсын, аманшылық болсын, Қазақстанымыз жайнай берсін. Жаңа Қазақстанды мына жастарымызбен бірге құра берейік. От кешіп қан жұтқан сол бір жылдар барған сайын бізден алыстауда. 77 жыл өтті. Майдан мен тылдың алтаңызға айналған ерлері барған сайын азая түсуде, бірақ олар жасаған ұлы ерлік ешқашан ұмытылмақ емес. Халима Мақсатқызы, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.